кедейліктің арқаны деген ұғым бар, иә, білсеңіздер. Енді ол дегеніңіз, мына кедейлік адамды байлап, еркіндігін шектейді. Яғни еркіндікті шектеу деген, мысалы, сіз бір жерге барғыңыз келеді, ақшаңыз жоқ, бара алмайсыз, иә, мысалы, қолыңыз қысқа, өмірі бір жерде, мысалы, бір жақсы нәрселерді көрсеңіз тартынып тұрасыз, ала алмайсыз, іше алмайсыз, кие алмайсыз деген сияқты. Өмірі шектеу. И айтады ғой, отбасында бір бала болады дейді, кедейліктің жібін үзетін. Енді дәл сол бала сіз болыңызшы. Біздің отбасында кедейліктің жібін үзген адам дәл мен болам. Енді дәл сіздің алдыңызда қазір видеода, мысалы, сіз тыңдап отырған адам осы бір проблемадан шыға алған адам, осы кедейліктің арқанын үзе алған адам, және осы проблемаға, кедейлікке қайтып келмеу үшін не істеу керек, үлкен инвестиция, мысалы, ақшаны жинап үйрену, еселендіру, осының барлығын мен жасай алдым. Сондықтан сіздерге де осының барлығын қазір мен Алланың қалауымен, Құдай қаласа, тегін үйрететін боламын. Сіз өзіңіз жүрегіңіз таза, ниетіңіз дұрыс болса болды, осы мен беретін білімдерді шынайы ақ жүрекпен қабылдасаңыз болғаны. Сол кезде сізбен біз бірге отыра сіздің мықты арман мақсаттарыңызға қол жеткізетін боламыз. Өйткені менің қазір жобам қазақ елінің адал бір миллионерін жасау. Яғни ертең сіз миллион доходқа шыққаннан кейін, осы мен үйрететін табыс көзімен не болмаса өзіңіздің бір жұмыстарыңызда жетістікке жетіп кетерсіз, иә, осы мен үйрететін әдістемемен. Сол жерде сіз тапқан миллиондарыңызды адал жолға ұстасаңыз, иә, адалдықпен соны пайдалансаңыз деген сондай менікі бір үміт. Әрі қарай ертең бәлкім сіз де қаншама адамға көмектесесіз. Мысалы, алушы қолдан емес, беруші қолдан бола бастайсыз. Міне осындай бір іс-шараларды мен жасап жатырмын. Соған қатысуыңызға болады. Именно қарыз, кредит үлкен қазір проблема, осыдан шыға алмай жатыр қанша адам. Содан шығудың жолы оп-оңай. Өйткені ең жеңіл сынақ ол қарыз бен кредитпен сыналу. Алла тағалаға сансыз шүкірлер айтыңыз, денсаулықпен сыналмағаныңызға, баламен сыналмағаныңызға. Өте ауыр сынақтар болады өмірде, иә. Мысалы, сондай бір сынақтармен сыналмай, жай ғана ақшамен сыналғаныңызға. Сондықтан, егер сіздің сынағыңыз қарыз кредитті жабу болса, онда именно осы қазір мен үйретіп жатқан дайын жүйедегі онлайн кәсіпкерлікті меңгеріп кетіңіз. Өйткені